Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, әдемі қызыл барқыт тортын үй жағдайында жасайтын боламыз. Алдыменен жұмыртқамызды жарып, қант қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын бөлме температурасында тұрған айранымызды қосамыз. Тұз, қопсытқыш, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыз бен ванилинді қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Міне біздің қоспамыз біркелкі болып шықты. Осыған біз тағамдық бояғышты қосып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай формамызға пергамент қағазын төсеп, қоспамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп дайын болам дегенше біз кремін дайындайтын боламыз. Бізге творожный сыр, қант ұнтағы және де сливки керек болады. Осылардың бәрін миксердің көмегімен креміміз пайда болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай қою крем шықты. Енді піскен корждарымызды суығаннан кейін бөліктерге бөліп, кремімізді жағып, бір-біріне құрастырамыз. Корждарымыздан қалған бөліктерін блендердің көмегімен ұнтақтап, сәндік үшін тортымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Міне біздің тортымыз дайын, өте әдемі болды. Кремі бір-біріне сіңуі үшін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қалдырамыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міне біздің тортымыз дайын болды, өте әдемі, дәмді болып шықты. Егер де осы рецептпен жасап жатсаңыздар, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.